Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен қазір хит болып жатқан зебра пирогының рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға 250 грамм майымызды аламыз, яғни сары майымызды. Бұған 5 қасықтай мінекей мен санап тұрып 5 қасық қант салдым, яғни шекер салдым. Осы 5 қасық шекер салып аламыз. Одан кейін бұған 2 жұмыртқаны, бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқаны жарып қостым. Осылай. Сосын 2 жұмыртқаны қосып, оны вилканың көмегімен майымызды, қантымызды бәрін араластырып аламыз. Яғни вилканың шаншқының көмегімен барлығын езіп аламыз. Осылай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, видеодағыдай барлығын езіп алдық шаншқының көмегімен. Одан кейін ұнымыз, яғни електен өткізген ұнды алып, бұсыны немізге саламыз, яғни сары май қосылған ыдысымызға саламыз. Бұны да аздап шаншқының көмегімен илейміз. Әзір өстіп қолым, содан кейін барып қолдың көмегімен илей бастаймыз. Яғни өте жұмсақ болып кеткендіктен бұны осылай қолмен илеп бастаймыз. Онда өздеріңіздің қарап отырып, көз мөлшерімен сала бересіздер. Яғни көп де емес, аз да емес. Мен салдым 200 граммның жобасында деп ойлаймын. Бұдан кейін қамыр қопсытқыш салдым. Мінекей жай қасықпен 1 қасық толтырмай қамыр қопсытқыш салып, осылай қамыр бастырып шығамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Бұны алып қоямыз бөлек тоңазытқышқа салып аз уақытқа. Ендігі біз осының начинкасын дайындаймыз. Ол үшін мінекей творог алдым мен 300 граммдай. Яғни сіздер дүкеннің творогын алсаңыздар да болады. Мен қолдың ірімшігін алып қосып атым, яғни творогын. Бұған 5 қасық қант қосамыз, яғни 5 қасық шекер қосамыз. 5 қасық шекер қостым мен творогыма, ірімшігіме. Одан кейін жұмыртқаны қостым. 1 жұмыртқаны қосып аз болады, сондықтан тағы да 1 жұмыртқаны қостым, яғни 2 жұмыртқаны қостым. Ол да бөлме температурасында тұрған. Одан кейін 20%, яғни 20%-ық нені қостым, қаймақты қостым, сметанды. Мінекей бұдан да сондай 5 қасық қостым. Толтырып алдым. Енді қатты толтырмай алуға да болады. Ол сіздердің жаңа дайындайтын қамырларыңызға байланысты. Менде көп болып кетті қамыр, сол үшін көптеу болып салып жатырмын. Бірақ негізі көп болмайды деп ойлаймын. 5 қасық салған. Одан кейін барып мен кукурузный крахмал, яғни жүгері крахмалын алып, бұдан да қостым. Негізі көп қосып керек емес екен. Мен көп қосып жіберіппін, артықтау. Сондықтан сіздер 2 қасық қоссаңыздар жарайды деп ойлаймын. 3 қасық қосып жіберіппін. Мен енді осыны блендердің көмегімен езіп аламыз, осы массамызды. Яғни осылай барлығын езіп алдым. Мен блендердің көмегімен сұйықтау болады. Мінекей осындай сұйық болып шықты. Осы массамызды бұны енді 2-ге бөлеміз, яғни салманы 2-ге бөліп аламыз. Осылай 1 бөлігін алып қалдым да, бұл 1 бөлігіне енді біз қара не жасаймыз, сол үшін какаоны қостым. Мінекей какаоны да қосасыздар. Осылай енді какао 2 қасық қостым. Бұл нелеу какао болғасын қатты түсін не қылмайды да, қоңыр қылмайды. Жаңағыдай ондай қымбат какаолар күшті қылып шығарады, қара қылып. Ендігі жерде ақ түсі қамырымыз, оған азғантай ғана шым-шым тек қана ұн қосамыз, болды. Ұн қосып араластырып қойып қоямыз. Бұны да бұларды осылай бәрін арысықпай араластырып алдым да, бөлек, яғни қойып қойдым дайындау үшін қазір енді. Яғни осылай қойып қоямыз. Ендігі жерде қамырымызды аламыз. Осылай столдың бетіне салфан төсесеңіздер болады, яғни мінекей. Одан кейін қамырымызды осының бетіне жаямыз. Бір жақсы жері астына салфан жайып илегеннің алу оңай болады. Неден дастарханның бетіне, сосын мен оның бетіне тағы да 1 салфанды қосып, бетіне жауып тұрып илеймін. Яғни бұл біздің оқтауымызға жабыспайды қамырымыз, және астындағы дастарханымызға да, столымызға да жабыспайды. Сол үшін өте ыңғайлы. Осылай жасап, осыны не қылып қамырдың үстінен ыссаңыздар оқтаумен. Өте оңайлау болады. Алған кезде де қазір тестімізді алып формамызға, яғни салған кезде де бұл өте оңай және жақсы
әдіс. Осылай барлығын жайып оқтаудың көмегімен осылай барлығын жайып аламыз. Мінекей айналдырып отырып мен барлығын кәдімгідей тесті сияқты қылып жаңағыдай неге салатындай қылып, формамызға салатындай қылып дөңгелектеу қылып бәрін ысып шықтым дайындап. Мінекей бұл өте оңай әдіс. Содан кейін бетіндегісін алып тастадым да, енді астындағы салафан қалды. Формамызды дайындап алғаннан кейін осы формамызға салатын тек қамырымызды осылай аламыз да тек қана осылай сала қоямыз. Өте оңай бұл, жақсы. Сосын бетіндегі салафанды алып тастайсыздар. Мінекей осыны алып тастағаннан кейін қамырымыз енді әдемі болып шығу үшін, яғни жиектері әдемі болу үшін біздер бұның шамалы жиегінен шығарамыз, яғни жиектерін шет жақтарын шығарыңқырап қойып қояйық. Осылай сосын оқтаудың көмегімен бұларды шетін алып тастаймыз, яғни шетін шығарыңқырап қойғанның бір жақсы жері оқтаудың көмегімен осылай бәрін сыпырып алып тастаймыз. Әдемі болады сол кезде тестіміз. Шеттері бүдір-бүдір, әртүрлі болып шықпайды. Осындай біркелкі әдемі болып шығады формамыздан. Неге осындай болып шықты. Енді жаңағы дайындап алған салмамызды осының бетіне салуға болады. Түбінде саншқының көмегімен басып жіберсеңіздер болады, көтеріліп кетеді десеңіздер. Мінекей осылай. Содан кейін біртіндеп жаңағы салмамызды құйып отырамыз. Бірінші ақ, содан кейін қарасын өстіп барлығын осылай алмастырып құйып отырып шығамыз. Мінекей мен бутылкаға құйып алдым. Өте оңай әдіс. Осылай бірінен кейін бірін құйып отыруға. Барлығын жаңағыдай алма-кезек құйып отырып шығасыздар. Мінекей салмасын көрдіңіздер ғой, осындай болып шығады. Осыны енді қамырымызды 180 градуста пісіріп аламыз, яғни 30-35 минуттай, 35-40 минуттай пісіріп аласыздар. Осы дайындаған немізді, пирогымызды 180 градуста газде, яғни пеште болсын, енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Мінекей қамырымыз дайын, жаңағы пирогымыз. Осыны енді әдемілеуге болады. Мен жаңа мінекей зубочистканың көмегімен осылай әдемілеп узорлар салып шықтым. Осылай салып шықсаңыздар болады. Бұл өте оңай әрі жақсы пирогтардың бірі. Сіздер бұны жаңағыдай неге шығарсаңыздар да болады, сатылымға шығарып дайындап көрсеңіздер болады. Бұл нағыз емкаларды сатып алғаннан дайын емка, яғни мастер-класс. Мінекей пирогымыз дайын.